Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі видеода интернет платформалардың бірі WordWall платформасы туралы айтамыз. Бұл платформаларға кіру үшін Google поискқа WordWall деп жазамыз. Ең бірінші тұрған wordwall.net сайтына кіреміз. Кірген бетте қандай ойындар жасауға болатыны көрініп тұрады. Бұл жерде ойындардың неше түрлісін табуға болады. Сәйкестендіру, флеш-карты, групповая сортировка, случайное колесо, диаграмма, кроссворд, викториналар жасауға болады. Орнына ауысқан сөздерді жайына қою, түсіп қалған сөздерді жайына қою тапсырмаларын орындауға болады. Айта кететін жайт, бұл платформада сіз тек қана 5 шаблонды ғана тегін қолдана аласыз. Әрі қарай басқа да шаблондарды қолданамын десеңіз, онда сізге ақылы түрін сатып алуға тура келеді. Ал енді ойындарды ашып, мысалдарын көрейік. Привесив порядокты ашып көрейік. Бұл тапсырма бойынша ауысқан сөздерді қайтадан жайына қою керек болады. Ашқан бетте бізге басқалардың жасаған тапсырмалары мысал ретінде шығып тұрады. Осыларды ашып көріп алсаңыз да болады. Ашып көріп, тапсырмаларды орындап көруге болады. Біздегі ең көп орындалатын тапсырмалардың бірі сәйкестендіруді ашып, мысалдарын көрейік. Көріп тұрғандарыңыздай, бір ойынның өзі неше түрлі форматта және дизайнда жасауға болады. Ал енді өзіміз бір тапсырма құрастырып көрейік. Ол үшін сізге сайтқа тіркелу керек. Егер сізде дайын Google аккаунт болмаса, жаңадан логин пароль жазып тіркелесіз. Егер де дайыны болса, Google значогын басып, сол аккаунтпен автомат түрде өзі кіріп кетеді. Менің аккаунтыммен кірген соң, бұрында жасалған жұмыстарым экранға шығып тұрады. Мұндағы сәйкестендіру ойыны сәйкестендіріп көрейік. Тапсырманы орындап болған соң, жауаптарыңыздың дұрыс-бұрыстығын көрсетеді. Және барлық дұрыс жауаптарды экранға показать правильные ответы деп шығарып қоюыңызға болады. Бұл бұрын жасалған ойындар еді, ал енді жаңадан ойын жасап көрейік. Экранның жоғарғы оң жағында орналасқан «Создать занятие» батырмасын басамыз. Ішінен керекті ойынды, шаблонды таңдап аласыз. Пропущенное слово, түсіп қалған сөзді тап деп тапсырма беріп көрейік. Заголовок занятияға тапсырманың атын жазамыз. Түсіп қалған сөздерді орнына дұрыстап қою. Енді бір деп тұрған жерге астына текстіңіздің барлығын вставить етіп қоясыз. Енді осы текстің ішіндегі түсіп қалатын сөздер, яғни алып тастайтын сөздеріңізді белгілеп шығасыз. Белгілеп, добавить басып отырамыз. Белгілеп болған соң, выполнено батырмасын басамыз. Сабағыңыз дайын. Начать басып ойнап көрейік. Ашық сабақтарда немесе күнделікті сабаққа да қолдануға интерактивті тақта арқылы оқушыларға орындатуға өте керемет тәсіл. Төмен қарай түссеңіз, басқа да шаблондарға, яғни басқа фондарға ауыстыруға болады.
тапсырмаңыз сол күйінде қалады, тек қана фоны, яғни дизайны өзгеріп отырады. Ойынның сілтемесін басқа да жаққа жіберемін десеңіз, поделиться батырмасын басып, опубликовать етесіз. Экранда сілтемесі пайда болып, копировать етіп аламыз. Сілтемесін алған соң, оны оқушыларға жіберіп қоюға да болады. Міне сабағыңыз дайын. Бұл тапсырмалар мои занятияда сақталып тұрады. Алдыңғы жасалған бір тапсырманы көрсетейін. Начать басамыз. Бұл тапсырма бойынша берілген жапырақтағы сөйлемдерді 2 топқа топтастыру керек. Оқушылар орындап болған соң өздерінің аты жөндерін жазып қоюына болады. Сонда ол сізге таблица лидеровтан кім жоғары балл алды, кім қанша балл алды көрініп тұрады. Мінекей WordWall-да орындалатын тапсырмалардың түрлері осындай. Егер де сабағыңызға осындай тапсырмалар жасау керек болса, хабарласуыңызға болады. Ақпарат пайдалы болса, лайк және пікір қалдырып кетіңіз.